Сәлем достар, үйренуді жалғастырыңыздар. Яғни кез келген тілді үйренуде, сол тілде түрлі мәтіндерді дауыстап оқудың маңызы зор. Яғни дауыстап оқудың пайдасы өте көп. Кеттік ендеше жүдеу. Жүдеудің синонимдары арық, тырық деген мағынаны береді. Ричард аз тамақ жейді. Ричард аз тамақ ішеді. Ричард аз тамақ жейді. Ол тамақты көп ішпейді. Ол тамақты көп жемейді. Ол көп тамақтануды ұнатпайтын адам. Ол таңғы жеңіл аспен, түскі жеңіл аспен және кешкі жеңіл аспен қанағаттанады. Қанағаттану деген мағынасы, яғни қолдағы барға риза болу, шүкіршілік ету деген мағынаны береді. Яғни таңғы асты жеңіл тамақтанады, түскі асты жеңіл тамақтанады және кешкі асты да жеңіл ғана тамақтанады. Ричард толық адам емес, ол жүдеу. Ол әрқашан жүдеу болады, өйткені ол аз тамақ ішеді.